Мінекей тұрғындар, мына су, мына биыл салған асфальт, 3 колодец салдық, тақандай оны ескертіп айттық. Бұған су өте алмайды бұдан деп. Адам тыңдаған жоқ, бәрі проект бойынша салынып жатыр дейді, бәрі есеппен деді, уайымдамаңдар деді. Ал міне жаңаға су келген кезде мына үйлердің бәріне су кетті. МЧС жүр, бәрі жүр енді. Білгенше бәрі істеп жатыр ғой, білгенше. Болар болғаны не керек оны бәрі жүрген. Алдын алмағасын. Суды мосттың üstüмен кетті, асфальттың üstüмен кетті. Мост жөніне қалды. Арам тамақтарын салған мост ғой. Жемқорларды. Не? Мен үйде ауласымен өтіп жатыр. Елеманның ауласыменен. Мына жақта толды. Асфальтқа шейін келдім мына жерде. Başlar kedet üstüne шығарып жатқан. Аллаға жағдай осы міне. Қояндың қарапайым халқының көріп отырған күні мынау міне. Үйді су алған. Міне. Бүкіл заты суға кеткен. Обал расын айтқанда мынау деген. Өзінің көп балалы ана әкімет срочно тревога. Мынаған жігіттерді жіберіп, хотя бы мына ішіндегі заттарын шығарысып анау мынау. Міне. Жағдай жоқ өзіне. Олал болған екен. Бақытхан, әкім мырза. Срочно келе қалмасаңыздар, енді мұнан не істейміз? Алиса, поставьте музыку Кукемский әнұран. Қиын-қыстау қиылы заманда не болмаған байтақ даламда деген әнұранды қосып дайындалып жатыр екен. Уже батыстың халқы қар еріп, су мөлшері көбейіп кеткен деген. Мен уже үкіметтің не айтатынын, кім не айтатынын білем жатқа. Оспастан айтып қояйық, ескертіп. Көп мөлшерден, жылдағыдан көп мөлшерде қар жауды биыл. Біз ондай мөлшерде қар жауды деп ойлаған жоқ.